Не тиспеші? Болат, тиспеш, бара бересің, жібере бересің. Ей, Болат, тиспеш. Болат. Диана мектепті жаңа бітірген, алдына үлкен мақсаттар қойған ақ бантикті ару еді. Бірақ бір түн оның барлық арманын күл-талқан етті. Ауыл байының ерке ұлы Болат Диананың жолын кесіп көшеде зорлап кетеді. Бұл қылмыс үшін Болатты түрме күтіп тұрған еді. Бірақ әкесінің ақшасы мен беделі заңнан биік тұрды. Екі жақ өзара келісіп, дәстүр деген қасиетті ұғымды жамылып, сұмдық шешім қабылдайды. Қорланған қызды сол зорлықшының өзіне келін қылып түсіреді. Ал Диананың әкесі қызын 10 миллион теңгеге қиянатқа қиып бере салады. Алайда сол түні Болаттың шаңырағына сол жас қызбен бірге бір сұмдық тылсым күш еріп кіреді. Үй ішінде түсініксіз жан түршігерлік оқиғалар басталады. Мал қырылып, адамдар есінен адасып, үрей жайлайды. Бұл жай ғана кездейсоқтық па? Әлде жасалған қиянаттың қайтарымы ма? Диананың үнсіздігінің астында не жатыр? Кек пе, әлде оған қонған жын ба? Әрі қарай не болғаны қызық болса, дәстүр фильмін біздің Unica Play'де көріңіз.